Сәлем баршаңа, есімім Алтынай. Сіздермен бірге бүгін қабырға асты етімен жасалынған жаркояны бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыз. Бізге қажетті заттар: қойдың құйрығы, бүйрек, жүрек, қабырға асты еттері. Қыздырылған қазанға май құйдым, көп мөлшерде емес, себебі құйрықты салып қуыратын болғандықтан. Құйрық дайын болғаннан кейін оның үстіне қабырғаны және қабырға асты еттерін, бүйректі, жүректі барлығын орналастырып аламыз. Және татымына қарай тұз салып, баяу отта суы тартылам дегенше қуырып алатын боламыз. Еттің суы тартылам дегенше алдын ала картоптың сыртын ашып, қуыруға дайындап аламыз. Рецептілер ұнап жатса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Барлық картопты тазалап алдым, және осылай үлкен көлемдегі картоптарды екіге бөліп қуыруға дайындаймын. Табаға көп мөлшердегі майды құйдым, және ол май қызғаннан кейін оның ішіне картоптарды салып, барлығы бірдей қызарғанша қуырып алдым. Картоп дайын болам дегенше 3 дана пиязды алып, жақсылап осылай майдалап турап алдым. Еттің суы тартылды, оны бір араластырып алғаннан кейін үстіне пиязды салып қуырып аламыз. Сіздерге де осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін, себебі өте дәмді болып шығады. Пияз кішкене қуырылам дегенше тамақтың бетіне әсемдік үшін пиязды осылай домалақ етіп турап алдым. Картоп дайын, көргендеріңізде барлық жағы бірдей етіп қуырылған. Оны еттің үстіне барлығын жақсылап орналастырып аламыз. Және оны бір рет қана осылай араластырып, қақпағын жауып, баяу отта 10 минутта пісіріп аламыз. Тамағымыз дайын болды, барлықтарыңызға ас болсын.